аузыңды аша бастаған сәттен сіздің ойыңызға тамақ есіңізге түседі. Иә, әрине, кейбіреулер сөйлеу деп айтады. Дегенмен сөз қайдан шығады? Егер сіздің аузыңызда үнемі сілекей безі бөлінбесе, дыбыс шығара алмайсыз, сөйлей алмайсыз. Сондықтан бүгінгі өтетін тақырып ең қызықты және қажет тақырыптардың бірі болып саналады. Сәлем достар, мен жұпуындасына менің биоэкогенатым каналыма қош келдіңіздер. Осыған дейінгі бірнеше бейнебаянда әртүрлі ас қорыту жолы туралы айтқан болатынмын. Сілекей без жасушаларында түзіледі. Оның сұйық бөлімі қан плазмасынан алынады, ал оның құрамындағы әсіресе органикалық заттар без жасушаларының белсенді қызметінің нәтижесі. Кейіннен жұту рефлекс арқылы іске асырылатын күрделі процесс екенін бәріңіз де білесіздер. Әрбір бейнебаян кезінде мен сіздерге қызықты эксперименттер арқылы жеткізуге тырыстым. Ауыз қуысында амилаза ферменті әсерінен крахмалдың ыдырап өзгеріске түсетін, яғни моносахаридтерге айналатын эксперимент арқылы жеткіздім. Сонымен бірге өңешке түскен ас кесегі өңештің жиырылып жазылу қимылымен, яғни перистальтика арқылы 6-8 секунд ішінде ас қарынға түсетін. Қарын кіреберісіндегі сфинктер босаңсып ашылады да, ол қарынға өтеді. Ал енді қарында қандай өзгерістер болатынын білгілеріңіз келе ме? Ары қарай оқушылар сіздерге қарындағы астың қалай қорытылатынын түсіндіретін болам. Ол үшін қарын дегеніміз не? Ол қандай құрылыстан тұрады? Қарын ішек қарын түтігінің кеңейген бөлігі. Оның сыйымдылығы 2-4 литрдей. Қарын бірнеше бөліктен тұрады. Ал өңеш пен қарынның қосылған жері кардия немесе кардиялық бөлік деп аталады. Қарынның жоғарғы жағы күмбез тәрізді, жоғары қарай көтеріңкі келеді. Бұл қарын түбі деп аталады. Көріп тұрғандарыңыздай асқазан қабырғасы 3 қабаттан тұрады. Ішкі қабаты шырышты болса, ортаңғы қабат бірыңғай салалы, сыртқы қабат серозды бөліктен тұрады. Қарынның шырышты қабаты ойық, жазық жерлерден тұрады. Онда қарын бездері орналасқан. Ал қарын безі тәулігіне 2-2,5 литр сөл шығарады. Сонымен бірге бұл жерде осмос қысымы қанның осмос қысымына тең. Қысым сөл құрамындағы биорганикалық тұздар мен иондарға байланысты. Қарын сөлінде натрий, калий, кальций хлоридтері, сульфаттары, фосфаттары болады. Қышқыл ортада пепсиногеннен бір полипептид молекуласы бөлініп, ингибитор активті пепсин ферментіне айналады. Пепсин өте қышқыл ортада pH 1,5 2 қоректік заттарды гидролиздік жолмен ыдырататын фермент. pH 3,2 3,5-ке тең жерде әсер ететін пепсин гастрексин деп аталады. Адам қарнында гастрексин көбірек. Пепсин әртүрлі нәруыздарды, айталық бір пепсиндер сүтті ірітеді, яғни казиногенді ерімейтін казеинге айналдырады. Бала қарны сөліндегі сүт ірітетін фермент химазин деп аталады. Ол сәл қышқыл, сәл сілтілі немесе бейтарап ортада әсер етеді. Қарын сөлінде кездесетін липаза ферменті басқа сөлдердегі липазадай тек эмульсияланған майға ғана әсер етеді. Май әдетте 12 елі ішекте эмульсияланады. Эмульсиялану деген сөз өте ұсақ тамшы бөлшектерге бөлінуі. Барша тағамдардың ішінде май сүтте ғана эмульсия түрінде кездеседі. Сондықтан қарын сөліндегі липаза тек сүттің майын ыдырата алады. Липазалар әсерінен эмульсияланған май ыдырап глицерин мен май қышқылына айналады. Қарын сөлінде көмірсуды гидролиздейтін фермент болмайды. Бұны естеріңізде болсын. Ұлттық бірыңғай тест тапсырмаларында өте көп кездесетін тапсырмалардың бірі. Бірақ
қарындағы ас тұзы қышқылына әбден шыланғанша ас кесегінің ішінде сілекейдің альфа-амилаза ферменті крахмал мен гликогенді дисахаридтерге дейін, ал мальтаза ферменті мальтозаны 2 молекулалы глюкозаға дейін ыдыратады. Қарын сөлінде шырышты әрі сілтілі ортадағы муцин заты бар. Ол қарынның шырышты қабығын жауып тұрады да тұз қышқылын бейтараптайды. Сөйтіп қарын қабырғасын пепсиннің зиянды әсерінен қорғайды. Астың адам қарнында қорытылу мерзімі 6-8 сағат, оның құрамына байланысты. Қарында әсіресе майы, нәруызы көп тағамдар ұзақ жатып қалады, бірақ көмірсулы тағамдар тезірек жылжып 12 елі ішекке бұрынырақ ауысады. Егер сіздерге осы тақырып қызықты болса, ары қарай пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын.